56 жас. Көкірегінде ерлік ордені. Төсек астында автомат Калашников, қолдары дірілдемейді, көздері мұздай суық. Бұл адам соғысты біледі. Бұл адам өлтіруді біледі. 30 жыл бұрын ол Шешенстанда жауынгер болды. Қазір ол әкесі. Оның жалғыз қызын 5 адам бір түнде талқандады. Полиция іс қозғамады. Дәлелдер жоқ, олар айтты. Байлардың балалары, олар айтты. Ештеңе істей алмаймыз, олар айтты. Олар қателесті. Себебі Темір Әлиев 14 күнде 5 адамды тапты. 5 адамды өлтірді. Және бір рет өкінбеді. Бұл қарулы шабуыл емес. Бұл әскери операция. Әрі оны 60 жастағы адам жүргізді. Егер сіз білгіңіз келсе, соңына дейін тыңдаңыздар. Себебі бұл тарих шынайы. Және ол қорқынышты. Егер сізге осындай мазмұн ұнаса, жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл арнаның дамуына көмектеседі. Түн сағат 3. Телефон шырылдады. Темір Әлиев төсектен секіріп кетті, әдетінше соғыстан қалған рефлекс. 40 секунд ішінде киініп пәтерден шықты. Дауысты әлі есінде. Ауруханадан медбике. Сіздің қызыңыз реанимацияда. Тез келіңіз. Басқа ештеңе айтпады, бірақ даусында қорқыныш бар еді. Темір көлігін жүргізіп, қызыл шамдарды иілемеді. 20 минутта ауруханаға жетті. Коридорда дәрігер күтіп тұр еді. Беті ашық, көздері ауыр. Темір Әбдолла ол тыныш айтты. Сіздің қызыңыз оны ұрды. Қатты ұрды. Біз барлығымызды істедік, бірақ. Ол созды. Бірақ не? Темір сұрады. Дәрігер басын шайқады. Бесеу олар оны түнімен ұстады. Біз анықтама жасадық, полицияға хабарладық. Темір қабырғаға сүйенді. Қай бөлмеде? 17. Бірақ сіз. Темір тыңдамады. Жүгіріп бөлмеге барды. Есікті ашты. Әмина төсекте жатыр, бетін тануы мүмкін емес. Екі көзі көгерген, ерні сынған, ерін жыртылған. Мониторлар сигнал береді, тамшылатқыш тамшылайды. Темір оның қасына келіп отырды. Қолынан ұстады. Қолы суық, әлсіз. Әмина ол сыбырлады. Әке мұнда. Ол жауап бермеді. Есін жиған жоқ. Темір отырды, қарады, сағаттар өтті. Таңертең дәрігер қайта келді. Темір Әбдолла, біз барлығын істедік. Ол тірі, бірақ жағдайы ауыр. Психологиялық жарақат, ол өмір бойы қалады. Темір басын көтерді. Олардың аттары қайда? Дәрігер тоқтады. Кім? Оны жасағандар. Дәрігер терезеге қарады. Білмеймін, полиция келді, рапорт алды, кетті. Айтқандары. Дәлелдер жоқ. Камералар істемеген. Куәгерлер жоқ. Темір тұрды. Қайда болды? Өзінің пәтерінде. Оқушылар общагасында. Қай жерде? Дәрігер мекенжайды айтты. Темір жаздырды. Рахмет, дәрігер. Сіз өз жұмысыңызды істедіңіз. Енді менің кезегім. Ол шыға берді. Дәрігер оның артынан қарады, бірақ тоқтатпады. Темір көлігіне отырды. Консольді ашты. Ішінде ескі әскери карта. Грозный картасы, бірақ ол енді керек емес. Телефонын шығарды. Қаланың картасын ашты. Пәтердің мекен жайын енгізді. 30 минут жол. Көзін жұмды. Терең тыныс алды. Миына суреттер келді. Шешенстан түнгі иттер. Адамдарды іздеу. Іздеп табу. Жою. 30 жыл өтті, бірақ дағдылар қалды. Көзін ашты. Қозғалтқышты іске қосты. Қаланың арғы жағына айналды. Жол бойы ойлады. Бесеу жас балалар, бай отбасылардан байланыстары бар. Қорғалған, полиция қозғалмайды. Жақсы, оған полиция керек емес. Оған тек уақыт керек. Және білім. Ал ол білімді біледі. Темір Әлиев 1972 жылы Грозныйдан 100 шақырым жерде дүниеге келді. Әкесі мұнай өңдеу зауытында слесарь болды, шешесі мектепте оқытушы. Қарапайым отбасы, қарапайым өмір. 18 жасында армияға шақырылды.
Өз еркімен. Біреулер қашты, біреулер жалтарды. Темір барды. Оған басқа жол көрінбеді. Арнайы бөлімшеге түсті. Барлаушылар оларды Грозныйдың сыртындағы базада 3 ай үйретті. Үнсіз жүру. Із қалдырмау. Жауды іздеу. Өлтіру. Темір ең жақсы болды. Оны сержант байқады, командирге ұсынды. Темір арнайы топқа өтті. 12 адам, элита. Олар алдыңғы сызықтан тыс жұмыс істеді. Дұшпан тылында. Олар боевиктердің базаларын тапты, қару қоймаларын жойды, басшыларды іздеп тапты. Темір 3 жыл соғысты. 32 операция. 26 сәтті аяқталды. 6 сәтсіз. 6 досы қайтып келмеді. Соңғы операция 1995 жылдың қаңтарында болды. Темір тобымен бірге қалаға барлауға барды. Тұзақ болды. Боевиктер күтіп тұр еді. Атыс 3 сағат созылды. Топтан 4 адам қаза тапты. Темір оқ тиді, иығынан. Досы Рашид оны сүйреп шығарды. Екеуі ғана қалды. Темірді эвакуациялады, госпитальға жіберді. 3 ай емделді. Дәрігерлер айтты қызметке қайтпайды. Ол келісті. Соғысты жеткілікті көрді. 43 досын жоғалтты. Енді тыныштық қалады. Үйіне оралды. Зауытқа жұмысқа орналасты. Слесар, әкесі сияқты. Қарапайым өмір тыныш. Бірақ түндері түс көрді. Соғыс түстері, қан түстері. Оянса, тергем алынған. Психолог кеңес берді. Уақыт өтеді, өтпеді. 31 жасында танысты. Лейла есімді қыз, ауруханада медбике. Жұмсақ, ақылды, сабырлы. Ол оның өткенін білді, қабылдады. Үйленді, 1 жылдан кейін Әмина туылды. Қыз, қара шашты, жасыл көзді, шешесіне ұқсас. Темір бірінші рет өмірде шынайы бақытты сезінді. Бірақ бақыт ұзақ сақталмады. Әмина 10 жасқа толғанда Лейла ауырды. Рак, екінші кезең, емделмейді. 6 ай күресті, жоғалтты. Темір жалғыз қалды, 10 жасар қызбен. Шешесі көмектесті, бірақ 1 жылдан кейін өзі қайтыс болды. Жүрек Темір Әминаны жалғыз өсірді. Қиын болды, бірақ ол беймәлім емес еді. Қиындықты білді. Қыз өсті. Ақылды, күшті, шешесіне ұқсас. Университетке түсті, заң факультетіне. 25 жасында. Өз пәтерінде тұрады, оқушылар общагасында. Темір оны мақтан тұтты. Оның бар дүниесі. Оның жалғыз отбасы. Және енді біреулер оны жауып салды. Біреулер оны талқандады және қалдырды өлуге. Темір руль ұстап отырды, жол қарады, ойлады. Ол соғысты білген адам еді. Және соғыс оны үйретті. Жау ұйқыда ұрады. Тез ұрады. Қатты ұрады. Және аяғына жеткізеді. Әминаның пәтері 6-шы қабатта орналасқан еді. Ескі ғимаратта лифт істемейді. Темір баспалдақпен көтерілді, тыныш, үнсіз. Есік жарты ашық тұр еді. Полиция қараған дәлел іздеген кеткен. Темір кірді. Ішінде бүлінген. Үстелдер аударылған, кітаптар шашылған, әйнек сынған. Қабырғада қан дақтары. Темір тоқтады, терең тыныс алды, эмоцияларды басты. Қазір ол әке емес. Қазір ол барлаушы. Қолғап кигізді. Бөлме бойымен жүре бастады, жерге қарады. Ізді іздеді. Бұрышта темекі түйіндерін тапты. 4 дана бірдей марка. Мальборо. Жерден көтерді, иістеді. Жаңа, 2 күннен артық емес. Қалтасына салды. Диванда киім бөлшегін тапты. Күртеше бөлшегі, қара, қалың, арнайы маталардан. Қымбат. Жыртылған, әрі жұлынған. Біреу қашқанда немесе жанжал кезінде. Салды қалтасына. Есік құлпын тексерді. Тырнақ іздері, металл бөлшектері. Құлыпты бұзған, кілтсіз ашқан. Кәсіби емес, бірақ білімді. Телефонмен фото түсірді. Жатын бөлмеге барды. Төсек бұзылған көрпе жерде. Қабырғада қан, қолдың ізі. Әминаның қолы. Ол қорғануға тырысқан. Темір тоқтады, қолды қабырғаға қойды, Әминаның қолының ізіне.
Жүрегі қатты соқты. Терең тыныс алды, басын шайқады. Фоксталды жуынатын бөлмеге барды. Раковинада ұсақ заттар. Алтын түйме, жыртылған тізбек бөлшегі. Біреу жуынды, қолдарын жуды, дәлелдерді жууға тырысты. Темір түймені алды. Қымбат арнайы дизайн. Белгі немесе нышан. Ювелирлер анықтай алады. Барлығын жинап шықты. Пәтердің айналасында аралады. Көршілермен сөйлесті. Ештеңе көрген жоқ, ештеңе естіген жоқ деді бәрі. Қорқады немесе оқшауланды. Темір түсінді. Көмек болмайды. Өз істеу керек. Үйіне келді. Үстелге барлық дәлелдерді жайды. Темекі түйіндері, күртеше бөлшегі, алтын түйме. Телефонын алды. Досқа қоңырау шалды, ескі соғыстас. Салих, дауыс сапарында жұмыс істейді. Салих, бұл Темір, көмек керек. Дауыс күлді. Темір. Қанша жыл өтті? 15. Рахмет, бірақ көмек керек. Дауыс өзгерді, ауыр болды. Айт, Темір түсіндірді. Салих тыныш тыңдады. Түсінемін, дәлелдерді әкел, ертең. Барлығымызда анықтаймыз. Темір рахмет айтты, қойды. Терезеге қарады. Қала түнде жарықтармен жанып тұр. Бір жерде бесеу жүр. Бір жерде олар күліп, ішіп, өмір сүріп жатыр. Ал оның қызы ауруханада өліммен күресіп жатыр. Темір төсектің астына қол сұқты. Ескі әскери жәшікті шығарды. Ашты, ішінде пышақ. Қолғаптар, қара киім. Және пистолет. Макаров, ескі, бірақ жұмыс істейді. 30 жыл сақталған. Әрқашан білді қажет болады. Пистолетті алды, салмағын сезді. Зеңбіректі тексерді, бос. Тоқпақты алды, салды. 8 оқ. Жеткілікті, пистолетті салды, жәшікті жапты. Төсектің астына қайтарды. Әлі уақыт келе қоймады. Алдымен білу керек. Кім олар? Қайда тұрады? Қалай жасырынады? Содан кейін ғана қозғалу. Темір компьютерге отырды. Картаны ашты. Пәтердің маңын зерттей бастады. Камералар, дүкендер, клубтар. Мальборо қайда сатады? Алтын түймелерді қайда жасайды? Күн ата бастағанда ол бірінші жіпті тапты. Салих 2 күнде нәтиже берді. Темекі түйіндерінде дынық тапты, бірақ базада жоқ. Күртеше бөлшегі қымбат маркадан, итальяндық. Қалада 3 дүкен ғана сатады. Алтын түйме арнайы тапсырыспен жасалған, ювелир Ибрагим Мамедов жасаған. Өз айтты. Темір Ибрагимге барды. Кішкентай дүкен, орталықта қымбат бұйымдар. Ибрагим қарт адам, 60 жастарда, ақ сақалды. Түймені көрді, бірден тапты. Иә, мен жасадым. 3 жыл бұрын. Кімге? Депутат Қасымовтың ұлына. Марат Қасымов, 23 жаста. 10 түйме тапсырды, отбасылық герб, арнайы дизайн. Мекен жайы бар ма? Ибрагим қарады, күдіктенді. Сіз полициядан ба? Темір шыдамын жоғалтты. Жоқ, жеке іс. Ибрагим бас шайқады. Бере алмаймын. Жеке деректер. Темір үстелге ақша салды. 5000 рубль. Ибрагим қарады, алды, дәптерді ашты, мекен жайды жазды. Темір алды, шықты. Марат Қасымов, бірінші есім. Темір зерттеді. Депутаттың ұлы, бай отбасы, 3 миллионға көлігі, әлеуметтік желіде миллион оқырман. Жұлдыз бала. Әкесінің қорғауында. Темір фото қарады. Жас бет, мақтаншақ күлкі көздерінде менмендік. Темір көзін жұмды. Сен бірінші боласың. Интернетте іздеді. Марат клубта тұрақты келеді. Стольная клубы, элита. Досы бар, Тимир Бекмамбетов. Әлеуметтік желілерінде бірге фото. Темір Тимирді зерттеді. 24 жаста, бай отбасы, спортпен айналысады, бокспен. Өзіне сенімді, күшті. Бейнелер жүктейді, әрекеттерін көрсетеді. Темір іздеуді жалғастырды. Әрбір фотода біреу көліктің жанында тұр. Жүргізуші, Темір масштабтады. Бет анық емес, бірақ форма бар. Қызметші форма.
Досқа хабарласты, депутаттың офисінде жұмыс істейтін. Кім Қасымовтың жүргізушісі? Руслан Ғаджиев, 35 жаста, үйленген, 2 бала. 10 жыл жұмыс істейді. Темір жаздырды. 3 есім. Одан әрі іздеді. Марат пен Тимірдің фотосында клуб күзетшісі бар. Алып адам 130 килограмм татуировкалар. Темір клубқа барды, күзетшілермен сөйлесті. Ақша берді, есімді білді. Елдар Шахов, сотталған, 3 жыл отырған, ұру үшін. Қазір клубта жұмыс істейді. 4 есім. Темір 5-шіні іздеді. Әлеуметтік желілерде Мараттың фотосында жас бала бар, 20 жаста. Комментарийлерде аты аталған. Саид Әлиханов, университет студенті, бизнесменнің жиені. Тазабет, жақсы бала сияқты. Бірақ Темір білді. Бет алдайды. Әрекеттер шындықты көрсетеді. Және бұл бесеу сол түнде Әминаның пәтерінде болды. Темір барлық деректерді жинады. Фотолар, мекен-жайлар, әдеттер, маршруттар. Әрқайсына папка құрды. Зерттеді, жоспар құрды. Білді, бірден бәрін істей алмайды. Бірінші рет болса, қалғандары жасырынады. Жекелей, тез, тыныш. Бірін іздеп тап, өлтір, келесіге өт. 14 күн. 14 күн бәрін бітіру үшін. Темір жертөлеге түсті. Әскери жәшігін алды. Пышақ, қолғаптар, пистолет. Барлығын тексерді. Дайындалды, бірінші Елдар болады. Күзетші, күшті, бірақ ақымақ. Оңай. Темір күтті түнді. 23 қазан. Түн, сағат 4 таңертең. Стольная клубы жабылды. Соңғы қонақтар шықты, музыка тоқтады. Күзетшілер шықты, бірінен соң бірі. Елдар Шахов соңғы болды. Алып адам, қара күртеше, татуировкалар қолдарында. Ол паркингке жүріп барды, телефонмен сөйлесіп. Күліп, өктем сөйлесіп. Көлігі қиыр жақта тұр еді, қараңғы бұрышта. Камералар жоқ, жарық аз. Темір күтіп тұр еді, көліктің артында, қараңғыда. Қара киімде, қолғаптарда, тыныш. Елдар жақындады, кілтті шығарды. Темір қозғалды. Тез, үнсіз. Артынан келді, 1 қадам, 2 қадам. Елдар сезінбеді. Темір тізеге соққы берді, артқы жағынан қатты. Елдар қарқылдады, тізесі бүгілді, құлады. Секунд ішінде. Темір қолын тамаққа салды, адам алмасын қысты, қатты. Елдар қарсыласуға тырысты, үлкен, күшті. Қолдарын артқа лақтырды, қармауға тырысты. Бірақ Темір білді қайда ұстау керек. Нерв нүктесіне басты, иық арқылы. Елдардың қолы әлсіреді. Тамақты одан бетер қысты. Елдар тыныс ала алмады, ауа жетпеді. Беті көгерді, көздері шығып кетті. 30 секунд. Елдар құлады, қозғалыссыз. Темір жібермеді, одан бірнеше секунд ұстады. Тексерді, тамырды іздеді. Жоқ, өлі. Темір қалтасынан фото шығарды. Әминаның фотосы, ауруханадан. Бет көгерген, көздері жабық. Елдардың көзінің алдына ұстады. Танисың ба? Деді, тыныш. Өлі жауап бермеді. Темір фотоны қайтарды. Бірінші, денені көтерді, көліктің багажнигіне салды. Қиын болды, 130 килограмм. Бірақ Темір әлі күшті. Әскери жаттығулар, әлі атқаратын. Багажникті жапты. Қолғаптарын тексерді, қан жоқ. Жерден ізді іздеді, таза. Көлігіне барды, қозғалтқышты іске қосты. Тыныш айдап шықты. Үйіне барды. Қолдарын жуды, киімін шешті. Душқа кірді. Суық су. Адреналин әлі жүректе. Қолдары дірілдеген жоқ. Ар ұят айтқан жоқ. Тек бос сезім. Бір тапсырма аяқталды. 4 қалды. Душтан шықты. Компьютерге отырды. Екіншіні іздей бастады. Тимір Бекмамбетов. Бай бала, бокспен айналысады. Қиын, бірақ мүмкін. Темір зерттеді. Әрбір таңертең спортзалға барады. Сағат 7 таңертең. Әдет, әлсіздік. Темір жоспар құрды. 2 күн күтеді, маршрутты зерттейді. Содан кейін қозғалады. Терезеден сыртқа қарады. Аспан ашыла бастады.
Қала оянды. Адамдар жұмысқа барады, балалар мектепке. Қарапайым өмір. Ал ол өлтірді. Бірақ сезінді дұрыс. Себебі Елдар Шахов сол түнде Аминаға қол көтерді. Және енді ол төледі. Темір төсекке жатты. Бірнеше сағат ұйықтады. Түс көрмеді. Бірінші рет көп жылдардан бері. Оянғанда күн биік еді. Телефоны шырылдады. Ауруханадан Темір қабылдады. Темір Әбдолла. Әміна есін жиды. Сіз келе аласыз ба? Темір тұрды. Келемін, қазір келемін. Киінді, ауруханаға жүріп кетті. Әмина төсекте отырды, көздері ашық. Бет әлі көгерген, бірақ тірі. Әке, ол сыбырлады. Темір жақындады, қолынан ұстады. Мұндамын, қызым. Ол жылады, оның иығына сүйенді. Олар маған не істеді, әке? Не істеді? Темір ұстады, жайлап сипады. Білемін, қызым. Білемін, барлығы жақсы болады. Уәде беремін. Ол арқасынан қарады, әйнектен қалаға. Бір жерде 4 адам әлі тірі. 4 адам күліп, демалып жүр. Олар ойламайды ешкім келеді деп. Олар қателесті. Темір келеді. Және ол тоқтамай. 4 аяқталғанша. Темір Бекмамбетов әр таңертең сағат 7-де спорт залға барды. Әдет жылдар бойы қалыптасқан. Әкесінің көлігімен келді, жүргізуші апарды, 1 сағат жаттығу, душ, үйіне қайту. Темір 3 күн бақылады. Бәрі дәл уақыты бойынша. 4-ші күні Темір таңертең 6-да спорт залға келді. Кіші зал, элиталық, жабық клуб. Күзет жоқ, камералар бар, бірақ киім ауыстыратын бөлмеде емес. Темір артқы есіктен кірді, күзетшіге ақша берді. 5000 рубль. Күзетші көз жұмды, кілтті берді. Темір киім ауыстыратын бөлмеге кірді. Бос шкафтың артында жасырынды. Күтті, 20 минут өтті. Есік ашылды. Темір кірді, телефонмен сөйлесіп күліп. Бір қолында сөмке, екінші қолында кофе. Киімін шешіп, шкафқа салды. Душқа кірді, су дыбысы естілді. Темір шықты, жақындады. Темір душтан шықты, сүлгімен жүзін сүртіп. Темір алдында тұрды. Темір тоқтады, көзін ашты. Кәріні көрді, таңданды. Сен кімсің? Мұнда не істеп тұрсың? Бұл ерлер бөлімі, Атамырт, адасып кеттің бе? Темір үнсіз қалды. Телефонды шығарды, экранды қосты. Бейне ойнатты. Темірдің беті өзгерді. Экранда оның өзі, достарымен пәтерде. Әминаның пәтерінде. Дауыстар, айғайлар, күлкі. 6 минут бейне. Саған қайдан бұл? Темір сыбырлады. Беті ағарды. Сен кімсің? Темір телефонды қалтасына салды. Әмина Әлиеваның әкесі. Темір артқа шегінді, қабырғаға тірелді. Тыңда, мен ішкілікті едім, білмедім не істеп жатқанымды, олар мені. Темір қозғалды. Бір қадам, тез. Темір қорғануға тырысты, қолдарын көтерді. Ол бокспен айналысады, білімді. Бірақ Темір соғысты білді. Бокс емес, өлтіру. Жұдырықты жанға қарай жіберді. Темір демін жоғалтты, екіге бүктелді. Темір тізесін бетіне берді. Мұрны сынды, қан ағып кетті. Темір артқа құлады, душтың қабырғасына соғылды. Басын ұрды, көзі көрмей қалды. Темір жақындады, оны жағасынан ұстады, көтерді. Сен сол түнде не істедің? Темір көзін ашуға тырысты, қан бетінде. Мен ештеңе өтірік. Темір экранды тағы көрсетті. Мұнда сен күліп тұрсың. Түсіріп тұрсың. Қызғанып тұрсың. Темір жылады. Кешір, өтінемін, кешір. Темір оны унитазға апарды. Басын суға батырды. Темір қарсыласты, қолдарымен итерді, аяқтарымен тепті. Темір қатты ұстады. 1 минут. 2 минут. Темір қозғалысын тоқтатты. Денесі босанды. Темір басын көтерді, тексерді. Өлі телефонды алды, бейнені өшірді. Барлық көшірмелерді өшірді. Бұлтқа кірді, сонда да өшірді. Дәлел жоқ. Денені душта қалдырды.
Су ағып тұр. Киім ауыстыратын бөлмені тексерді. Өз заттарын алды. Шықты, артқы есіктен. Күзетші қарамады. Көлігіне отырды, айдап кетті. Сағат 7:20. Біреулер Тимірді тапқанша бірнеше сағат өтеді. Темір үйіне келді. Қолдарын жуды. Екінші үш қалды. Ертеңіне қарай полиция хабарлады. Тимір Бекмамбетов душта өлі табылды. Су тұншығу. Апат. Әкесі зал иесіне айып тағды, сот ашты. Ешкім Темірді байланыстырмады. Ол жай кәрі адам. Слесарь зауытта. Ешкімге күдік туғызбайтын. Руслан Ғаджиев 35 жаста үйленген еді. 2 баласы бар, 4 жастағы ұл, 6 жастағы қыз. Қарапайым отбасы, қарапайым өмір. Депутатқа 10 жыл жүргізуші болып жұмыс істеді. Жақсы еңбекақы, тұрақты жұмыс. Ол сол түнде не болғанын білді. Ол Маратты және достарын Аминаның пәтеріне апарды. Ол төменде көлікте 3 сағат күтті. Ол айғайларды естіді, терезеден. Ол білді не болып жатқанын. Және полицияға қоңырау шалмады. Қорқады жұмысынан айырылудан. Қорқады депутаттан. Қорқады шындықтан. Темір оның үйін тапты. 5-ші қабат, ескі үй, лифт істейді. Отбасы кешке үйде болды. Темір түнде келді, сағат 12-де. Барлығы ұйықтап жатыр. Темір өрт баспалдағымен көтерілді. 5-ші қабатқа дейін. Балконға қарады. Жарық өшкен, үнсіз. Күтті. Сағат 2-де Руслан шықты, балконға. Шылым шегу үшін. Әдет. Темір білді, бақылаған 3 түн. Әрқашан сағат 2-де. Руслан шылымды тұтатты, терең тартты. Стресс көрінді. Соңғы 2 аптада жұмысқа шоғырлана алмады. Тимірдің өлімінен кейін. Елдардың жоғалуынан кейін. Біледі бірдеңе дұрыс емес. Біледі біреу іздеп жүр. Бірақ кім? Неге? Темір баспалдақтан көтерілді, тыныш, үнсіз. Елес сияқты. Балконға жетті. Руслан қабырғаға сүйеніп тұр, смартфонға қарап. Темір балконға аттады, дыбыссыз. Руслан сезбеді. Темір тұрды, 1 метр артында. Руслан секіріп кетті, артына бұрылды. Телефон қолынан түсіп кетті. Сен кімсің? Қалай кірдің? Темір қозғалмады. Амина Әлиеваның әкесі. Руслан бетінің ағаруын сезінді. Артқа шегінді, перилаға тірелді. Мен оған тиген жоқпын. Ант етемін. Мен тек жүргізуші едім. Тек апардым. Темір жақындады. Сен айғайды естідің бе? Руслан үнсіз қалды. Естідің оның айғайын. 3 сағат көлікте отырдың. Естідің. Руслан басын шайқады. Мен не ести алатын едім? Полицияға қоңырау шалдың ба? Үнсіздік. Неге? Қорқадың ба? Руслан жылады. Иә, қорқадым, депутат мені өлтірер еді. Отбасымды қудалар еді. Мен не істеуім керек еді? Темір тоқтады. Дұрыс нәрсені. Ол жеке адамды құтқару үшін қоңырау шалуы керек еді. Бірақ сен қорқып, жасырындың. Руслан тізерлеп құлады. Кешір, 2 балам бар. Оларға әке керек. Өтінемін. Темір оған қарады. Ұзақ қарады. Аминаның да әкесі бар. Ол оған не айтады? Руслан жылады, жауап бермеді. Темір жақындады, қолын созды. Руслан ойлады, көмектесіп тұр. Қолын созды. Темір итерді. Қатты, кенет. Руслан артқа құлады, периланы жоғалтты, құлады. Айғай жоқ еді. Тек түсу дыбысы. 5 секундтан кейін төменде дыбыс. Соғылу дыбысы. Темір төмен қарады. Руслан асфальтта жатыр, қозғалмайды. Қараңғы, бірақ қан көрінеді. Темір артқа шегінді, баспалдақпен түсті. Ешкім көрген жоқ. Ешкім естіген жоқ. Көлігіне отырды, кетті. Ертеңіне қарай полиция хабарлады. Руслан Ғаджиев балконнан құлады. Өз-өзіне қол жұмсау. Несиеге қарызы бар екен, қаржылық проблемалар. Отбасы сенді. Темір білді шындықты. 3-2 қалды.
Марат Қасымов 23 жаста өмірдің барлығына ие болды. Ақша, билік, байланыстар. Әкесі депутат, қалада ықпалды. Полиция, сот, бақ, бәрі әкесінің қолында. Марат білді жазасыз қалатынын. Әрқашан жазасыз қалды. 18 жасында бірінші апат. Көлікпен адамды қағып кетті. Әкесі төледі, іс жабылды. 20 жасында клубта ұрыс. Біреудің жағын сындырды. Әкесі төледі, іс жабылды. Қазір 23. 5 адаммен бірге қызды зорлады. Әкесі төлейді, іс жабылады. Олай ойлады. Бірақ бір нәрсе өзгерді. Достары өле бастады. Елдар жоғалды, 3 күннен кейін өлі табылды. Тимур душта өлді. Руслан балконнан құлады. Марат білді кездейсоқтық емес. Біреу іздеп жүр. Біреу олардың барлығын іздеп жүр. Әкесіне айтты. Әкесі күзет қойды. 2 адам әрқашан Мараттың жанында. Көлікте, үйде, клубта. Қорғау, бірақ Марат тұншықты. 2 аптадан кейін өтінді. Әке, маған тыныштық керек. Бір кеш қана. Дачаға барайын, тыныштанайын. Әкесі келісті. Қорғау қажет па? Жоқ, мен жалғызым болғым келеді. Тек бір түнге. Әкесі күмәнданды, бірақ мойындады. Жарайды, бірақ камераларды тексер. Марат жұма кеші дачаға кетті. Қаланың сыртында, орман ішінде үлкен үй. Әкесінің мүлкі. Марат жиі келді, тұсауды тастады, досымен демалды. Қазір жалғыз. Көліктен түсті, үйге кірді. Ішінде жайлы, жылы. Виски құйды, диванға отырды. Музыка қосты. Қорқыныш сезбеді, бірақ 1 сағаттан кейін босанды. Ештеңе болмайды. Күзет жоқ, бірақ камералар бар. Ешкім жақындай алмайды. Темір күні бұрын келді. Орманды зерттеді. Камералардың орналасуын тапты. Кешке келді. Камераларға жақындады. Сымдарды кесті. 1 минутта. Камералар сөнді. Орманда жасырынды. Күтті, Марат ішіп, музыка тыңдап, түнге дейін ойнады. 12-де диванда ұйықтап кетті. Бутылка жерде, телефон қолында. Темір 3-ші сағатта үйге кірді. Терезе бұзылған еді, артқы жақта. Оңай жөндеу, бірақ Марат ескермеді. Немқұрайлық, менмендік. Темір ішке кірді. Үнсіз жүрді. Марат диватқа жатыр, үнсіз тыныс алып. Темір жақындады. Маратты ояу етті, иығынан сілкіді. Марат көзін ашты, ұйқыдан тұрды. Не болды? Темірді көрді. Сен кімсің? Қалай кірдің? Темір фото шығарды. Аминаның фотосы. Көрсетті, танисың ба? Марат көзін қысты, фотоны қарады. Бет ашылды. Қорқыныш көзінде. Сен оның әкесің. Темір басын шайқады. Марат орнынан тұруға тырысты. Тыңда, мен ақша төлей аламын. Қаншаға қалайсың? Миллион? 2? 3? Әкем төлейді. Темір үнсіз қалды. Шақ шығарды. Марат көзін кеңейтті. Жоқ, күте тұр. Әкем білетін болады. Ол сені табады. Өлтіреді, Темір мысқылдады. Сенің әкең денемді де таппайды. Марат айғайлап есікке қарай жүгірді. Темір ұстады, артқа тартты. Марат қарсыласты, жас, күшті. Бірақ қорқыныш күшті әлсіретеді. Темір жерге құлатты. Марат құрсағымен жатыр, қашуға тырысады. Темір пышақты көтерді. Марат айғайлады. Темір тоқтамады. Саид Әлиханов 20 жаста, университеттің 3-ші курс студенті. Заң факультеті. Жақсы оқушы, үздік. Барлығы оны жақсы бала деп санады. Сыпайы, ақылды, намазға барады. Бірақ сол түнде ол Аминаның пәтерінде болды. 5-ші болды. Соңғы болды. Саид көп білді. Әлеуметтік желілерді қадағалады. Елдардың өлімі. Тимирдің өлімі. Руслан өзіне қол жұмсады. Марат жоғалды, 3 күннен бері хабар жоқ. Саид түсінді. Біреу барлығын өлтіріп жатыр. Және ол келесі. Жатақханадан шықпады.
Бөлмесінде жасырынды. Аға туысына айтты, бизнесменге. Аға күзет жіберді. Екі адам жатақханада есік алдында. Сайт сезінді қауіпсіз. Бір апта өтті. Ештеңе болмады. Сайт сәл босанды. Жұмаға намазға бару керек деп шешті. Мешіт жақын, 5 минут жүру. Күзет серуендеді. Сайт келісті. Жұма кеші мешітке барды. Екі күзетшімен. Намаз оқыды, имаммен сөйлесті. Кешке шықты. Қараңғы, жол тыныш. Күзетшілер алдында жүрді. Сайт артта. Мешіттің артында арық бар, тар көше. Қысқа жол жатақханаға. Күзетшілер бұрылып тексерді. Таза сайт жүрді. Темір күтіп тұр еді. Арықтың қасында, қараңғыда. Қара киімде, қолғаптарда. Глушитель мен пистолет қолында. Күзетшілер бұрыш артына кеткен кезде темір шықты. Сайт тоқтады, артына бұрылды. Кәрі адамды көрді. Сізге не? Темір фото көрсетті. Аминаның фотосы. Сайт бетінің ағаруын сезінді. Артқа шегінді. Сіз оның әкесісіз. Темір басын шайқады. Сайт тізерлеп құлады. Жылады, кешіріңіз, мен ішкілікте едім. Білмедім не істеп жатқанымды. Олар мені мәжбүрледі. Мен қаламадым. Ант етемін, қаламадым. Темір телефон шығарды. Бейне ойнатты. Сайт экранда. Күліп тұр. Түсіріп тұр. Қатысып тұр. Темір телефонды жауып тастады. Бейне басқаша көрсетеді. Сен күлдің. Сен қызығып тұрдың. Сайт басын шайқады. Жоқ, бұл шындық емес. Мен. Темір глушительді көтерді. Сайт көзін кеңейтті. Тұр, өтінемін. Мен жаспын. Мен өзгере аламын. Тұр, ол қашуға тырысты. Бір қадам, екі қадам. Темір атты. Бір рет. Дыбыс жоқ. Тек тық. Сайт құлады. Кеуде аймағында оқ. Арыққа құлады. Темір жақындады. Тексерді, өлі, глушительді қалтасына салды. Пистолетті арыққа тастады. Су қараңғы, терең. Табу қиын. Жүріп кетті. Тыныш, үнсіз. Күзетшілер 1 минуттан кейін қайтты. Сайт іздеді. Арықта тапты. Полиция атыстейді. Боевиктер немесе ұрлар. Сайттың әкесі күдіктер жоқ. Жас бала намаздан кейін өлтірілген. Трагедия, темір үйіне оралды. 5-ші, соңғысы, барлығы бітті. Темір ауруханаға келді. Амина жақсарды. Төсектен тұрды, жүре бастады. Бет әлі көгерген, бірақ емделіп жатыр. Әке, қайда едің? Ол сұрады. Темір отырды. Жұмыс істедім. Қосымша смена. Амина сенді. Темір оған қарады. Қызы, оның бар дүниесі. Ол үшін бәрін істеді. Және енді бітті. 5 адам өлді. 5 адам жазасын тапты. Полиция іздеді, байланыс таппады. 5 өлім 2 аптада, бірақ ортақ жоқ. Елдардың өлімі қылмыс. Тімірдің өлімі апат. Руслан өз-өзіне қол жұмсады. Марат жоғалды, дене табылмады. Сайт атыс құрбаны. Темірді ешкім байланыстырмады. Ол жай кәрі слесар. Жатыр, бір отбасы бар адам. 1 ай өтті. Амина ауруханадан шықты. Үйге оралды. Әлі қалпына келуде. Психолог көмектесіп жатыр. Көп уақыт керек, дәрігерлер айтты. Бірақ жас, күшті. Жазылады. Темір онымен көп уақыт өткізді. Қолдады, тыңдады. Бір күні Амина сұрады. Әке, оларды таптыңыз ба? Темір тоқтады. Кімдерді? Маған жасағандарды. Темір басын шайқады. Полиция іздеп жатыр. Амина үнсіз қалды. Білді әкесі өтірік айтып тұрғанын. Бірақ сұрамады. Белкім білгісі келмеді. Белкім түсінді. Бір күні есік қағылды. Темір ашты. Фб. 2 адам костюмде төлқұжаттарды көрсетті. Темір Әбдолла Әлиев.
Бізбен келу керек. Бірнеше сұрақ бар. Темір киінді, бірге кетті. Офиске апарды. Жауап алу бөлмесі. Үстел, орындық, айна. Тергеуші кірді. Папка ашты. Фото салды. Марат Қасымов, Тимир Бекмамбетов, Руслан Ғаджиев, Елдар Шахов, Сайт Әлиханов, 5 фото. Оларды танисыз ба? Темір қарады. Жоқ, тергеуші күмәнданды. Сіздің қызыңыз Әмина Әлиева 45 күн бұрын шабуылға ұшырады. Бұл 5 адам күдікті болды. Темір үнсіз қалды. Қазір бәрі өлі немесе жоғалған. 2 аптада. Қызық, солай емес пе? Темір тергеушіге қарады. Не айтқыңыз келеді? Тергеуші иіліп алды. Сіз Шешенстанда қызмет еттіңіз. Арнайы топ. Барлаушы, билікті сіз білесіз. Темір мойындады. 30 жыл бұрын. Дағдылар қалады. Темір күлді. Мен 56 жастамын. Слесар, зауытта жұмыс істеймін. Сіз ойлайсыз ба, мен 5 адамды өлтіре аламын? Тергеуші күмәнданып қарады. Алиби бар ма? Темір папка шығарды. Құжаттар, жұмыс кестелері. Куәгерлер әрбір өлім уақытында ол жұмыста немесе үйде болды. Дәлелденді, тергеуші қарады. Барлығы тым жақсы. Темір иығын қысты. Мен дайындаған жоқпын. Факті осындай. 2 сағаттан кейін Темірді жіберді. Дәлел жоқ. Куәгерлер растады. Камералар ештеңе көрсетпеді. Іс жабылды. Темір үйіне оралды. Әмина күтіп тұр еді. Не болды? Ештеңе, қалыпты тексеріс. Әмина сенді. Кешке олар бірге отырды. Әмина сұрады. Әке, сен жаман ештеңе істеген жоқсың ғой. Темір терезеден қарады. Қала түнде. Жұлдызды аспан. Жоқ, қызым. Мен өз борышымды атқардым. Әмина басын иығына қойды. Әмина ұйықтағанда Темір сыртқа шықты. Балконда тұрды. Суық түн. Жұлдыздарға қарады. 5 адам өлді. 5 адам енді қайтып келмейді. Дұрыс болды ма? Білмейді, ешқашан білмейді. Бірақ Әмина тірі. Және ол сол үшін бәрін қайта істереді. Телефон шырылдады. Дәрігерден хабар. Әмина жақсарып келеді. Келесі айда психологиялық емден шығуы мүмкін. Темір жымиды. Бірінші рет көп аптадан бері. Ішке кірді. Әминаның бөлмесіне қарады. Қызы тыныш ұйықтап жатыр. Темір есікті жауып, өз бөлмесіне барды. Төсекке жатты. Көзін жұмды. Түс көрді. Бірақ бұл жолы қорқынышты емес. Тыныш ұйықтап қалды. Келесі таңертең Темір жұмысқа барды. Қалыпты күн. Зауытта слесар. Адамдар сәлемдесті. Ешкім ештеңе білмеді. Ешкім күдіктенбеді. Темір жай кәрі жұмысшы. Бірақ ол білді шындықты. Және 5 адам да білді өлімнің алдында. Әділеттілік әрқашан келмейді. Бірақ келгенде ол үнсіз келеді. Қараңғыда суық көздермен. Және ол кешірмейді.